Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз массалар ақауы атом ядросының байланыс энергиясы деп аталады. Бүгінгі сабақта ядролардың массалар ақауын анықтап, байланыс энергиясының формуласын пайдаланып, есептер шығаруды үйренеміз. Сендер өткен сабақтан білесіңдер, яғни протон ядродағы оң зарядтаған бөлшек заряд шамасы элементар зарядқа тең екендігін. Ал массасы, егер де біз оны килограммен алатын болсақ, онда масса протон тең 1,167, оның минус 27 дәрежесі килограмм екендігін. Ал ядролық физикада біз оны қосымша маппен есептейміз. Сондықтан да протонның массасы бұл жағдайда 1,00783 мап деп аламыз. Яғни массаның атомдық бірлігімен. Бір массаның атомдық бірлігі ол бізде қаншаға тең екен? Яғни ол тең 1,166, оның минус 27 дәрежесі килограммға тең екендігін ұмытпаймыз. Неліктен бұлай ауыстырдық? Себебі мына берілген масса өте кішкентай болғандықтан да біз оны массаның атомдық бірлігі деп аталатын жаңа өлшем бірлікке ауыстырдық. Келесі, нейтронның заряды жоқ, бірақ оның массасы бізде белгілі. Яғни нейтронның массасы, егер де біз маппен алатын болсақ, 1,00866 мапқа тең екендігін ұмытпаңыздар. Бұл жуықтап алғандағы шамасы. Протон мен нейтронның жалпы қосындысы нуклон деп аталатындығын өткен сабақтан өткенбіз. Нуклон дегеніміз, яғни нуклеус деген сөзден шыққан, яғни ядродағы бөлшектер. Протондар мен нейтрондардың ядродағы жалпы саны массалық сан деп аталады, және оны біз әріпмен белгілейтін едік. Естеріңізде болса, өткен сабақта біз кез келген химиялық элементті X әрпімен алатын болсақ, төменгі бөлігі бізде зарядтық сан, жоғарғы бөлігі бізде массалық сан деп аталатын еді. Зарядтық сан нені білдіреді? Еске тағы да бір рет түсірейік. Яғни зарядтық сан бұл біріншіден, яғни сол берілген химиялық элементтің реттік нөмірін білдіреді. Сонымен қатар ол осы атомның құрамындағы протон мен электрон санын білдіреді. Протон мен электрон саны бейтарап атомда әрқашан бір-біріне тең екен. Ал массалық сан дегеніміз бұл протон мен нейтронның ядродағы жалпы саны. Ол неге тең? Яғни ол тең болады Z қосылған N. Мұндағы N дегеніміз нейтрон саны. Нейтрон санын тауып алу үшін біз A-дан Z-ті алып тастайтын едік. Естеріңізге қайтадан түсіріп жатырмыз. Мысал ретінде қандайда бір элементті алайық. Мысал ретінде оттегін алайық. Яғни оттегі 8-де 16. Демекте зарядтық саны 8-ге тең, ал массалық саны, яғни протон мен нейтрон қосындысы бізде 16-ға тең болып тұр. Демекте нейтрон санын тауып үшін біз әрине массалық саннан зарядтық санды алып тастаймыз. А минус Z формуласына салатын болсақ, 16 азайтылған 8, яғни ол тең болады екен 8. Сонымен құрамында атомның құрамында оттегінің бізде 8 протон, және ядроның ең алдымен зерттеп алайық. Нейтрон саны 8, ал электрон саны бізде 8 екен. Сонда 8 протон, 8 нейтрон және 8 электрон бар екендігін ұмытпаңыздар. Қазіргі таңда ядроның массасын арнайы есептейтін құралдар жеткілікті. Ядроның массасы сонда байқаған зерттеулер бойынша әрдайым ядроның құрамындағы протон мен нейтронның массаларының қосындысынан аз екендігін білдіреді. Сонда ядроның массасын егерде масса ядро деп жазатын болсақ, ол әрқашан, яғни оны құрайтын протон мен нейтрондардың қосындысынан әрқашан кішкентай екендігін білдіреді. Сонда қайда кетті масса? Мысалы 2-ні 2-ге қоссақ 4 болатын болса, бұл жерде 2-ні 2-ге қоссақ 4 емес, мысалы 3 болып тұр. Сондықтан да бұл жерде қалған масса қайда шығып кетті? Яғни протон мен нейтрондар өзара қосылу барысында біраз масса энергия түрінде шығып кеткен екен. Міне осы энергия түрінде шыққан массаны анықтау үшін бүгіннен бастап біз жаңа физикалық шаманы енгіземіз. Оны масса ақауы деп атаймыз. Масса ақауы деп ядроны құрайтын барлық нуклондардың бос күйдегі массаларын қосындысынан ядроның массасының айырымын айтады. Енді бүгіннен бастап масса ақауын біз дельта М деген әріппен аламыз, және өлшем бірлігі масса ақауының мап
формуласына тоқталатын болсақ, масса ақауының дельта М тең болады Z көбейтілген масса протон плюс А минус Z М нейтрон көбейту ортасында және азайтылған масса ядроның массасы. Бұл формуланы біз бір деп алайық. Демек те масса ақауы дегеніміз бірінші формула бойынша табылады. Ал енді ядроның біз өткен сабақта айттық, өте берік ұстап тұратын бізде күш бар деді. Оны біз ядролық күш деп атадық. Ал ядроның баланс энергиясы дегеніміз не? Ядроның түгелмен жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет болатын энергияны айтамыз. Бүгіннен бастап осы ядроны байланыстырып тұрған энергияны біз Е байланыс деп аламыз, және өлшем бірлігі джоульмен емес, мега электрон вольтпен аламыз. Мега электрон вольттан джоульға өту үшін біз 1/6 көбейтілген 10-13 дәрежесі джоульге көбейтеді екенбіз. Ядроның баланс энергиясының өзіне тән формуласы Е баланс тең болады, яғни масса ақауын көбейтеді екенбіз жылдамдыққа, яғни ол S квадратқа, S-дің квадратына. Бұл формуланы біз сәйкесінше 2 деп алаймыз. Бұл жерде ядроның баланс энергиясы мөлтпен есептегендіктен S квадрат біздің жағдайда енді тұрақты болады. S квадратымыз кейбір оқулықтарда 931/5 деп алады, ал 9-шы сыныпта ол 931 МФ деп берілген, яғни МФ бөлінген МАП. Яғни сіздер есептің берілгеніне қарай жұмыс жасасаңыздар болады, немесе оқулықтың 931 немесе 931,5 МФ деп алсаңыздар да болады. МФ бөлінген МАП. Мен өзім жағдайымда 931,5 МФ бөлінген МАП деп алам. Келесі, меншікті баланс энергиясы дегеніміз бар. Яғни ол бір нуклонға сәйкес келетін баланс энергиясының шамасын айтамыз. Бүгіннен бастап меншікті баланс энергиясын Е0 әрпімен жазамыз. Және оның өлшем бірлігі МФ бөлінген нуклон. МФ бөлінген нуклон. Меншікті баланс энергиясын тауып алу үшін біз ядроның баланс энергиясын массалық санға бөлсек жеткілікті екен. Яғни Е0 тең болады Е баланс бөлінген А. Бұл формуланы біз сәйкесінше 3 деп аламыз. Енді меншікті баланс энергиясы неғұрлым үлкен болса, ядро соғұрлым берік болатындығын ешқашан ұмытпаймыз. Сонда меншікті баланс энергиясына қарай отырып, біз ядроның қаншалықты берік екендігін анықтауымызға болады екен. Яғни біз бұл жерде масса ақауы және ядроның баланс энергиясы бойынша айтып өттік. Бір нәрсені ұғыңыздар, яғни атом ядросында орасан зор энергия қоры жиналған. Оны алудың алдағы уақытта біз тәсілдерін қарастырамыз. Міне бүгінгі сабақта сіздер басында бастапқы бөліктерімен танысып отырсыздар. Яғни масса ақауы, ядроның баланс энергиясы және меншікті баланс энергиясы деген элементтермен таныстық. Енді бүгінгі сабақта сіздермен есептер шығармас бұрын жалпы атом ядросының изотоптарының массасымен таныстырып көрейік. Бүгінгі сабақта сіздермен бірнеше есептер шығарып көруімізге де болады. Бүгінгі сабақта сіздермен енді есептер шығарып көрейік. Сіздердің алдарыңызда үлкен кесте берілген. Бұл жерде кейбір изотоптардың атом ядросының массасы берілген, және ол массаның атомдық бірлігінде. Яғни ол сутектен басталып, уранмен аяқталады. Бірақ бұл жерде барлық радиоактивті изотоптардың массалары берілмеген, ядролар массасы берілмеген. Тек қана кейбір бөліктері. Дәл сондай сияқты сіздерде кесте арнайы 9-шы сыныпта және 11-ші сыныптың оқулығында берілген. Енді сіздерге қандайда бір элементтің бүгінгі сабақта масса ақауын, ядроның баланс энергиясын және меншікті баланс энергиясын есептеп шығарып көрсетейін. Мысал ретінде мен қандайда бір элементті алайын. Уран 92-де 238 алайын. Яғни есептің берілгені бойынша бізде уран 92-де 238 берілген. Енді бізге есептің шарты бойынша нені тауып алуымыз қажет? Берілген деп жазайын. Бізге масса ақауы белгісіз,
және байланыс энергиясы, ядроның байланыс энергиясы, меншікті байланыс энергиясын тап деп тұр. Бұны тауып алу үшін не істейміз? Ең алдымен масса ақауын таппастан бұрын, ең алдымен ядроның құрамын зерттейік. Ядроның құрамын зерттейтін болсақ, бізде зарядтық сан 92-ке тең болып тұр. Олай болса, уранның құрамында 92 протон, нейтрон санын тауып алу үшін 238-ден 92-ні аламыз. Сонда бізде 146 нейтрон болады. Ал электрон саны протон санымен әрқашан тең екендігін ұмытпаңыздар. Сонда 92 электрон болып тұр. Енді масса ақауын тауып алу үшін формуланы жазайық. Яғни дельта М тең Z көбейтілген масса протон қосылған А минус Z М нейтрон және минус ядроның массасы. Орнына апарып қоямыз. Яғни дельта М тең Z менде 92, 92 көбейтілген 1,00783 мап, өлшем бірлігін жазбайын, өйткені симаймыз. Келесі А минус Z дейді. Яғни ол бізде 146 еді. 146 көбейтілген 1,00866 мап. Минус ядроның массасы урандікі бізде 238,0032-ке тең екен. Яғни біз толық массаны алуымыз қажет. Енді 92-ні 1,00783-ке көбейтеміз. Яғни калькуляторды қолдансаңыздар болады. Ол қаншаға тең болады? Яғни ол тең болады 92,720,36 плюс 146-ны көбейтеміз 1,00866-ға. Сонда тең болады 147,264,36 минус 238,0032. Енді алайық. Бірінші қосуды орындаймыз. Қосамыз 92,720,36-да. Алып тастаймыз 238,0032-ні. Сонда тең болады 1,9844 мап. Яғни біз масса ақауын таптық. Егер килограммға айналдыратын болсақ, онда 1,66 оны 27 дәрежесіне көбейтсеңіздер де болады. Енді баланс энергиясын тауып алу үшін біз формуласын жазайық. Яғни дельта М көбейтілген S квадрат. Осы формулаға саламыз. Яғни 1,9844 мап көбейтеді екенбіз 931,5 МФ бөлінген мапқа. Тең болады. Мап пен мап қысқарады. Сонда тең болады 1848 бүтін. Енді жуықтасаңыздар да болады. Енді менде артында 4 тақсан екен. Барлығын жазылайын. 46-86 МФ мега электрон вольт. Меншікті баланс энергиясын табу үшін біз Е нөлевой тең болады. Ядроның баланс энергиясын бөлеміз массалық санға. Орнына апарып қоям. 1848 бүтін 46-86 МФ-ті бөлеміз нуклондар санына. Яғни ол бізде 238-ге тең болып тұр. 238-ге бөлеміз. Нуклон деп жазайын. Кейбір кітаптарда, 9 сыныптың кітабында негізінен нуклонды жазбаған. Бірақ та сіздер алда уақытта ұбт тапсыратын болсаңыздар, ол жерде міндетті түрде толығымен жазылу керек. МФ бөлінген нуклон деп. Бөлеміз сонда 238-ге. Сонда жуықтап алатын болсақ, бір нуклонға келетін энергиямыз сәйкесінше 7,18 МФ бөлінген нуклон екен. Міне осымен біз есебімізді шығардық. Сіздер кез келген химиялық элементтің осылайша масса ақауын, баланс энергиясын және меншікті баланс энергиясын орындап тапсаңыздар болады екен.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.